мына баяғыда дейді бір көкеміз дейді қызына кетіп барады дейді қалаға. Пойызда отырады атамыз, жалғыз өзі купенің ішінде. Пойыз бір станцияға келіп тоқтайды, есік тақылдайды, купенің несін ашып жіберсе бір жап-жас қыз дейді: "Саламатсыз ба ата? Купеңіз бос болса отыруға бола ма?" "Айналайын шырағыма, болады." Қызды кіргізіп алады, купенің есік жабылады, пойыз жүреді. Жүргеннен жаңа қыз айтады дейді: "Ата, ішіңіз пісіп келе жатқан жоқ па? Ойын ойнамайсыз ба?" "Айналайын шырағыма, қандай ойын?" "Ата, оқ-тей деген ойын." "Айналайын, о заманда бұл заман оқ-тей деген ойынды бірінші рет естіп тұрмын" десе, қыз айтады дейді: "Ойнайсыз ба, ойнамайсыз ба?" "Ойнасақ ойнайық." Сөйтсе қыз айтады дейді: "Ата, көзіңізді жұмыңыз, мен аш деймін, көзді ашасыз." Атам көзін жұмбаған: "Ашайын ба?" Қыз киімін бәрін шешіп тастап отыр дейді: "Болды ата, аша беріңіз." Атамыз көзін ашқан: "Оқ-тей." "Қалай ата, ойын ұнады ма, жалғастыра ма десе?" "Айналайын шырағым, мына ойын аяқ жақ қызық болады сияқты. Жалғастырсақ жалғастырайық." Сөйтсе қыз айтады дейді: "Ата, көзіңізді жұмыңыз да сіз шешініңіз, мен аш деймін, сол көзді ашамын." Атам көзін жұмып киім бәрін шешіп тастап отыр дейді: "Ашайын ба?" Үн жоқ. "Ашайын ба?" Шыдамы таусылған атамыз жай көзін ашса, қыздар жоқ, киімі жоқ, сумка жоқ, бәрі толып кеткен. Атам отыр дейді: "Оқ-тей." Адамның келетін станциясына пойыз жақындап қалады, адамның бұтында парашюттен басқа түк жоқ. Проводникке барып айтады дейді: "Айналайын шырағым, жаңа бір жас қыз кіріп еді, оқ-тей деген ойын ойнап еді, киімнен қалды, маған бір киім бер" десе, проводник айтады дейді: "Ата, сізге беретін киімім жоқ, мына ақ простыняны оранбаңыз. Келесі вагонда арабтар келеді, солармен бірге түсіп кетесіз." Атам ақ простыняны оранып алған, Қазақстан темір жолы деген. Келесі вагон болса шынымен бір 5 адам отыр дейді, аппақ оранып алған. Атам барып жайлап барып қасына отыра кетсе, біреусі айтады дейді: "Не болды ата? Ұялмайсыз ба? Сізде оқ-тей ойын ойнағансыз ғой."